Тұрар Ыдырыс қазіргі уақытта қазақ шоу-бизнесінде трендті тұрған жас әншілердің бірегейі. Ол қалай танымал болды? Спортшы жігітті өнерге алып келген кім? Тұрардың жеке өмірі мен табысы туралы осы видеодан толық біле аласыздар. Достар, бұл Хамид Official YouTube арнасы. Қазақша ақпараттарымыз сіздер үшін. Ыдырысұлы Тұрар 1996 жылы 21 маусымда Қызылорда қаласының маңындағы Қаракөл ауылында өмірге келген. Ол отбасының кенжесі, өзінен үлкен 7 әпкесі бар. Сондықтан болар үйінің еркесі болған. Алайда әкесі оны тек еркелетіп қана қоймай, қатаң тәрбиемен де өсірген. Басқа балалар секілді Тұрар бала кезде бұзық болса да, сабақ үлгерімі жақсы болған. Оқушы кезінде спортқа ден қойып, кикбокспен айналыса бастайды. 2012 жылы Тұрардың спорттағы еңбегі ақталып, кикбокстан жастар арасында Қазақстан чемпионы атанады. Уақыт өте 9-шы сыныпта Алматыға қадам басып, осындағы интернатта 1 жыл оқиды. Кейіннен Жас Ұлан әскери мектебінде де білім алады. Дегенмен жоғары сыныпта қайтадан Қызылордада бітіреді. Сабақты жақсы оқса да бұзықтығы қалмаған жігіттің бір өкініші 11-ші сыныпта болады. Оқуды аяқтар кезде ұбытты тапсырған күні сыныптастарымен көңіл көтереді. Осылайша өздерінен үлкен масағалармен сөзге келіп қалып, атысып кетеді. Нәтижесінде осы істе болғандардың бәрі тергеуге алынып, Тұрарды да күн сайын сұрақ астына алады. Дәл осы оқиғадан кейін ата-анасынан ұялған жігіт екінші рет мұндай істерге жоламау керектігін түсінеді. 2013 жылы мектепті бітірген Тұрар Елордаға келіп студент атанады, әрі оқудан бөлек жұмыстар жасайды. Ал 2015 жылы жанды дауыс жобасына қатысып, қаланың сұлулары деген Нұржан Керменбаевтың әнін орындап шығады. Ал Астана қаласында Экспо 2017 көрмесінде сахна артында ұйымдастырушы концерттік директор болып та жұмыс атқарған. Содан болса керек, өз концерттерінде үнемі барлық жұмыстарын қадағалап жүреді. Бір жыл Астанада оқыған жігіт екінші курста оқуын Алматы қаласына ауыстырады. Оның айтуынша 4 мектеп және 3 университетте оқыған екен. Оның алған дипломы экономист мамандығы. Бір қызығы, Тұрар өнерге 23 жасында келген. Оған дейін спортта жүргендіктен өнер адамдарына көзқарасы дұрыс болмаған. Бастапқыда шетелдік музыканттарды тыңдаған ол, жеке өзі сөз жазып, әндер шығара бастайды. 2019 жылы ол Назира Әлмұхаметова есімді продюсермен танысып, оның NG Production орталығына әртіс ретінде қабылданды. Сол жылы Тұрардың Сарығыз деген алғашқы туындысы хитке айналып, жастар арасында тез танылып кетеді. Оның артынша шыққан Беріп қояды әні де біршама уақыт шулатып, Гакку арнасынан эфирге беріледі. 2020 жылы Тұрар Ертегі емес деген атаумен қысқаметражды фильмін жарыққа шығарады. Фильмде әншінің 5-6 әні шырқалып, біршамасы ел ішінде таралып үлгерді. Әсіресе Ертегі емес, кім баре? Ертегідегі ару өзін ғана әндері өз аудиториясын таба білді. Әнші жігіт бұл музыкаларын жинақтап кішігірім альбом ретінде жарыққа шығарады. Айтпақшы, Ертегі емес әні Тұрардың 8 жыл бірге жүрген алғашқы махаббатына арналған екен. Уақыт өте еркем, сене алмадым, жүрек жоқ, қарағыз деген жаңа өндері де әлеуметтік желіге салады. Сонымен қатар Қайрат Байкеновтың телефон әнін Ескендір Хасанғалиевтің айналайын әндеріне кавер жасайды. Карантин уақыты болғандықтан бұл әндер әлеуметтік желі арқылы трендке шығып аудиториясын тез табады. 2021 жылы NG Production Ертегі емес фильмнің келесі бөлімдерін түсіріп, YouTube желісіне салып отырады. Көпшілік осы фильмде басты рөл сомдаған актриса қызды Тұрармен кездесіп жүр деп ойлаған. Алайда әнші 2019 жылы Мерей Абилова есімді блогер қызбен көңіл жарастырады. Бұл уақытта Мерей мектеп оқушысы еді. 2020 жылы Тұрардың шығармашылығы едәуір ұлғайып, сұранысқа ие болады. Көптеген концерттер мен сұхбаттарға шақыртылады. 2021 жылы Тұрар Алматы аренада алғашқы шығармашылық концерт береді. Әдемі кешті досы Жансер Қадырбаев пен Разиюша жүргізсе, Садраддин, Әміре, Мираш және Тасбай арнайы қонақ ретінде ән шырқайды. Тұрар әрбір концертке ерекше дайындалып, әндерін тек жанды дауыста орындайтын еді. Бұл уақытта әнші сүйіктісі Мереймен айырылысып кетеді. Көп замай экс ғашығына арнап «Сені жіберемін» деген әнін жарыққа шығарады. Бұл әнде екіге бөлініп кеткендерін ашық айтқан. 2022 жылы Тұрардың шығармашылығы жаңа әндермен толығып, бейнебаяндар түсіреді. Әсіресе Мираш Шүгінісовпен орындаған «Ойлай берем» әні кең таралып кетеді.
Ал Мадина Сәдуақасовамен орындаған жұлдызды түнде әуені жаңа ремейк болды десек қателеспейміз. Алайда Тұрардың репертуарындағы «Мен ешкімді сүймеймін» әні баршаңыздың назарын аудартқаны жасырын емес. Себебі бейнебаянда ажырасып жатқан отбасылардың тағдырын, балалардың жетім қалып кетіп жатқанын ашық көрсеткен. Қоғамдағы өзекті мәселені қозғаған бейнебаян аз уақыт ішінде 10 миллион қаралым жинап рекорд орнатады. Осы ән жарыққа шыққан кезде Тұрарға хабарласып, бейнебаян жүрекке тиді, осы клип арқылы отбасымды сақтап қалдым деп алғыс айтқандар да болған екен. Бұл уақытта Тұрардың өмірінде қиындықтар пайда болады. Оның 3 жылдан бері науқастанып жүрген әкесі өмірден озады. Бұл Тұрар үшін күтпеген жағдай болды. Асқар тауынан айырылып қалған жігіттің шамалы еңсесі түсіп, шығармашылыққа уақытша тоқтау салды. Оның артынша продюсері Назирамен келісе алмай бөлек кетуге шешім қабылдайды. Ал продюсері болса Тұрардың барлық әндерін, клиптерін әлеуметтік желілерден өшіріп тастап, наразылығын білдіреді. Бұл дау-дамай 1 жылға созылып, іс сотқа дейін барады. Десе де еңсесін тіктеген жігіт Тұрар Ыдырыс деген толық есіммен жаңа әндер жазып өз тыңдармандарын қуанта бастайды. Және де Нұрболат Абдуллин, Тасбай, Мирас секілді танымал әншілермен дуэттер жазады. 2022 жылдың соңында Тұрар көптеген концерттер мен шоуларда өнер көрсетеді. Атап айтқанда Гакку дауысы, біздің шоу, қызық премия және тағы да басқа. Сол уақытта Тұрар мен Мирастың Америкада болайын деп тұрған гастрольдік турлары кейінге шегеріледі. Басты себеп әнші жігіттің визасында кедергілер пайда болады. Кейіннен екеуі де рұқсат алып Америкаға, Монғолия елдеріне гастрольдік турмен өнер көрсетіп қайтады. Ең қызығы Алматыдағы концертінде марқұм әкесіне арнап шырқаған әнін орындап жатқан кезде еріксіз көзіне жас алады. 2023 Тұрар үшін табысты жыл болды. Жыл басында әнші кавер-шоу жобасына қатысып, Армандамын деген жаңа хитін орындап шықты. Сонымен қатар Қайрат Нұртастың Сұранамын әніне керемет кавер жасайды. Әншінің айтуынша, Армандамын әніне небәрі 250 мың теңге шығын кеткен, алайда хит болып кетеді деп ойламаған. Сол жылы Тұрар Алматыдағы Республика сарайында продюсерсіз алғашқы концертін береді. Бұл уақытта әншінің продюсері Марго атымен танымал Марғұлан деген дос еді. Осы концертті күткендер көп болған соншалық билеттер 2 аптада сатылып кетеді. 3000 адам зал лық толы болып, концерт жоғары деңгейде өтеді. Айтпақшы Тұрар бұл концертке 20 миллион теңге шығын кеткенін ашық айтты. Оның артынша Қытай еліне барып концерттер беріп қайтады. Тұрардың айтуынша көрші елде жанкүйерлік ету керемет дамыған. Әр тыңдарман сүйікті әншісіне сыйлық бергісі келеді. Маған берген гүл мен сыйлықтар өте көп болды дейді. Елге келген соң экс-ғашығы Мерейдің тұрмысқа шығып жатқанын естіген жұрт Тұрарды сұрақ қала бастады. Ал әнші болса журналистерге сұхбат беріп, шын жүректен бақыт тілейтінін айтады. Сол жылы Тұрардың орындауындағы Мұңды өлең бейнебаяны жарық көреді. Бұл клипте әйелдерге жасалған зорлық-зомбылық, қысымдар көрсетіліп, өзекті мәселелер баяндалған. Тұрар бұл клиптің жабық көрсетілімін өткізіп, бейнебаянға 20 миллион теңгеден көп қаражат жұмсалғанын жасырмады. Тіпті осы клип үшін бір көлігінен бас тартқан. Жыл соңында Жайдарман сахнасына шығып, Шай батылда өнер көрсетеді, және де қызық премияда арнайы қонақ болады. Жаңа жыл қарсаңында Тұрар бұрынғы продюсері Назирамен қайта жарасып, екі жақты келісімге келеді. Продюсер Тұрардың барлық әндерін, клиптерін платформаларға қайта шығарады. Ал әнші жігіт алғыс ретінде мініп жүрген Porsche көлігін экс-продюсеріне сыйлайды. Өзі болса Lexus 570 көлігін сатып алады. Айтпақшы, бұл уақытта Тұрар мен Сара Амангелдінің бірге түскен видеолары TikTokта жылдам таралып, екеуі кездесіп жүрдеген қауесеттер тарайды. Алайда бұл Жар-жар деген комедияның түсірілімінен екен. Сара мен Тұрар осы фильмде басты кейіпкерлерді сомдаған. Жыл соңында осы комедияның көрсетілімі барлық кинотеатрлардан беріледі. Ал 2024 жылдың басында Сара екеуінің Жақсы көрем деген дуэті жарық көреді. Бұл ән Жақсы көрем деген фильмге арнайы саундтрек болып шыққан. Одан бөлек әнші Егіз лебіз жобасына қатысып, актриса Ақнұр Рахатпен түрлі әндер шырқап шоу жасауда. Қазіргі таңда Тұрар жаңа әндер жазуға кіріскен. 2024 жылы жеке әндермен қатар дуэттерді жарық көретін болады. Және де бірнеше бейнебаяндар шығатынын да жасырмады. Тұрардың бір концертке шығу қаламақысы 3 миллион теңгеден басталады. Әнші жыл сайын Қазақстан бойынша 2 рет концерттік тур жасап қайтуды әдетке айналдырған. Алайда тойға шыққысы келмейді, ол үшін стадион, үлкен сахналар көбірек шабыт береді екен. Бір қызығы, әншінің концерттері өте көп болып, апталап үйіне келмей қойған кездер болған. Бір күні қатты шаршап аэропортта отырған Тұрар концерттерді доғарып аздап демалғысы келетінін айтады. Алайда Қайрат Нұртасты аэропорттан көріп
қалып, мына легенда шаршамай жүргенде менікі ұят болар деп өзіне мотивация берген екен. Қазір әнші анасымен Алматы қаласында тұрады. Ол 2021 жылы Алматыдан зәулім үй сатып алған. Тұрарға көп қойылатын сұрақтардың бірі: қашан үйленесің? Ол әзірге бойда қалайда үйленгісі келетінін ашық айтуда. Қазақ эстрадасында Тұрарға ұнайтын әйелдер қауым бар. Олар Айдана Меденова және Мадина Садуақасова. Тіпті Мадинаны секс-символ деп те атаған. Бұл жай ғана оларға деген жақсы көзқарас екен. Тұрар әр музыканың сөзін және әуенін өзі шығарады, ал сахнада әрқашан жанды дауыста орындайды. 2024 жылда Қазақстанды аралап концерттер бергеннен соң шетелдерге тур ұйымдастыруды жоспарлауда. Достар, Тұрардың шығармашылығына деген көзқарасыңыз қандай? Қай әнін сүйіп тыңдайсыз? Төмендегі комментарий бөліміне жазып отырыңыздар. Егер ақпараттарымыз ұнаса, лайк басып арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Бұл Хамит Official YouTube арнасы. Алда тағы қызықты видеолармен қуантатын боламыз. Әзірге аман сау болыңыздар.